Менің денем жас, бірақ тәнім от секілді жанып тұрады. Бірақ мен бұл денем күйеуіме тиесілі. Әкемдей көрген адамның арам ойына тап болам деп кім ойлаған? Ол қайын атам, бірақ түрі жас көрінеді. Аула сыпырып жүргенде көз қиығымен қарап қалатын кездерімде болатын. Ұялып тұратын, бірақ шындық сол. Мен оны еркектік иісін сезетімін. Бір күні күйеуім түнгі жұмысқа кеткен. Мен ішкеме жүредім, ұйықтауға дайындалып. Бөлменің жарығы өшік тұр, терезеден ай түсіп тұр. Сол сәтте есік сықырлады. Мен шошып қалдым. Келін, деді жай, дабысы жай. Иә, жарығың сөнді ме? Иә, енді жатып жатыр едім. Ол ішке кірді. Қолында бір кесе сүт. Ішіп ал, ұйқыға жақсы болады, деді. Сол кезде менің көйлегімнің иығы сәл түсіп кеткен еді. Ол соған ұзақ қарады. Мен байқамай қалдым, ол байқап тұр екен. Кенет ол кесе қойған қолын менің иығыма қойды. Сен әдемісің, келін. Әкеңдей көресің, білемін. Бірақ сенің денең мені жындандырады. Сол сәтте мен оны итеріп жібергім келді, бірақ тұла бойы қимылдамады. Ол көйлегімнің етегінен ұстап жоғары тартты. Мен дір етіп тұрмын. Көзімнен жас емес, от шығып тұрған сияқты. Тоқтаңыз, дедім. Өтінем, бұл дұрыс емес. Бірақ ол менің іш көйлегімнің жиегінен ұстап иіскей бастады. Күнтимең тұсынан ақырын қолмен сипады. Сол сәтте денем еріксіз шымырлап кетті. Тәнім жылап тұрса да, тәнім үміт болар құмырлақты аңсап тұрғандай еді. Менің ішімде екі дауыс айқасты. Жоқ, бұл ұят, тоқтат. Иә, мен әйелмін. Ақыры мен үнсіз қалдым. Ол мені әйел қылды сол күні. Жай жерде, тізерлеп отырған күйі менің ішіме кірді. Сол түні мен келін емес, оның жасырын күнәсі болдым. Бірақ менің ішімде бір түнімен бірге көмілген арнамыз сол күйі тұрып қалды. Күйеуім таңертең үйге келгенде мен жай ғана жымиып шай бердім. Ал менің тәнім түндегі ізден күйіп тұрды. Қалайсың, жаным, деді күйеуім. Жақсы. Ол ештеңе сезбеді, сезбесін деп тіледім. Менің денемнен өз әкесінің иісі шығып тұрған білсе не болар еді. Ас үйге жүргенде қайнатам тағы кіріп келді. Көзімен денемді шолып өтті. Мен кіріп жуып жатқан едім. Белім майысып тұр еді. Сол кезде ол артыма келіп ақырын сыбырлады. Түнде тәттісің. Мен қалдырып кеттім. Ыдыс қолымнан түсіп кетті, бірақ құмарлық ұятты жеңіп бара жатты. Сол түні тағы жалғыз қалдым. Және ол тағы да келді. Есікті ашпай тікелей мен қарсы болдым, бірақ әлсіз болдым. Себебі тәнім әлдеқашан мойынсынып қойған еді. Ол мені сүйіп жатқанда менің көзімнен жас ақты. Сол түні мен қайтадан тірі күнә болдым. Мен сенің тәніңді жақсы көремін, иісіңді ұмытқым келмейді, деді. Мен өз еркіммен берілдім. Иә, сол түні мен өзімді жек көріп, оның төсіне басымды қойып жатып ұйықтап қалдым. Түнде әйел болам, таңертең келін болам. Бірақ мен кіммін шын мәнінде? Менің тәнім оның иісіне үйреніп алды. Жаным жек көріп, бірақ төсегім қайта сағына бастады. Кеше тағы келді, түн ортасы. Ол еш сөз айтпады, тек маған қарады. Қараған кезде мен өзімді әйел сезіндім. Сен менің тағдырыма жазылғансың, деді ол. Бірақ мен қарсы тұрудан шаршадым. Жаныма өрт түсіп, көзімнен жас ақты, бірақ ол жас еріксіз ләззаттың жасы еді. Сол түні тағы да менің ішіме кірді. Бірнеше секундта біз бірге дем алғандай болдық. Сол кезде ішімде бір діріл сезілді, баяу, елеусіз. Бірақ мен бір нәрсе дұрыс емес екенін сездім. Менің ішімде бір өмір басталып кеткен жүрегім біліп тұрды. Күйеуім соңғы күндер маған күмәнмен қарай бастайды. Тәбетің жоқ, жылайсың. Түнде шошып оянасың, не болды, жаным? Бірден айтшы, деді. Мен үндемедім, басымды иіп жай құйып отырдым. Бірақ сол сәтте ішім шым етті. Бір тіршілік қозғалғандай болды. Ол сезді ме екен? Дәрігерге барып кел, деді. Мен жымидым. Әйел адам бәрін сезеді ғой, иә, деді. Дауысы дірілдеді. Ол да бірдеңе сезіп тұрған сияқты. Түстен кейін мен дәріханаға тест алдым. Түнде жуынатын бөлмеде терезеге қарап тұрып екі сызық шықты. Сол сәтте тізем бүгіліп жерге отыра кеттім. Алақанмен ішін ұстадым. Құдайым, бұл кімнің баласы? Сол түні қайнатам үйге ерте келді, түн ортасы.
Ол кіріп келді, бірден байқады. Бұл не? Мен жүктімін. Ол үнсіз қалды бірнеше секунд. Сосын баяу келіп тізерлеп отырды. Қолын ішіме қойды, бірақ ішім ауырды. Және бұл баланың кімнен екенін енді ешкімге дәлелдей алмаймын. Дәріханадан тест кейін 3 күн өтсе де, мен әлі бір шешімге келе алмадым. Қайнатам таныш, күйеуім күмәнмен қарап жүр. Бірақ менің ішімде үнсіз өсіп жатқан кішкентай өмір бар. Және мен оны өмірден құтылғым келеді. Сол күні қаладағы таныс акушер-гинекологқа жазылдым. Апарда алдыр, деді қайнатам. Дауысы салқын, жауапкершіліктен қашқысы келген адамға ұқсайды. Ұрпақ емес, күнә, деді. Жолға шықтым, жол бойы жүрегім атша тулап тұрды. Ауруханаға барып тексеруге бардым. Дәрігер УЗИ аппаратымен қарап отырды да бірден тоқтады. Қанша апталық дедіңіз? 7-8. Бұл 16 апталық, 4 ай. Не? Бұл баланы енді алдыруға болмайды. Заң жүзінде медицинада. Сол сәтте менің алдымнан бүкіл өткен күндерім жүгіріп өтті. Кеш қалғанымды сол кезде ғана толық түсіндім. Аурухананың есігінен шыққанда тынысым тарылып, аспан төңкеріліп кеткендей болды. Менің ішімде өмір. Күйеуім үнсіз қарсы алды. Кешкісін күйеуім келді, бетіме тіке қарады. Менікі ме, деді. Бала. Дауысы дірілдеді, мен үндемедім. Тек көз жасым тама бастады. Ол бар даусымен айқай салды. Кімнен, айт. Сол түні мен үнсіз қалдым. Үйсіз қалдым, жүкті, қолдаусыз және кешірілмейтін күнәні арқалап. Ауылға қайттым. Ескі көрпеге оранып, көз жасымен ұйықтадым. Бұл менің өмірімнің шындығы еді. Құмарлықтың соңы жалғыздық пен бала. Мен енді ана болам, бірақ әйел емеспін. Мен күнәнің көлеңкесінде қалған келінмін. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.